Қазір үйленбей жүрген, тұрмысқа шықпай жүргендер көп. Себеп неде деп ойлайсыз? Біздің қазір жастардың алдында үйленбесең де өмір сүруге болады деген бір мақсаттар бар. Үйлену деген бір ұлы миссияны біз өміріміздің ақырына қарай кешіктіруге барынша әрекет жасап жатырмыз. Әлем бойынша Қазақстан ажырасу бойынша рейтингте 2-ші орында. Ажырасу, екі бөлініп кету, бұрынғыдай сенің арыңа салмақ салатын ұят, ыңғайсыздық, абыройсыздық деген нәрсе емес. Кішкентай балалардың сондай қатыгездікке баруына сіздің ойыңызша не себеп? Сол ойын ба, интернет пе? Біз тәрбие деген нәрсенің қажет екендігі жайында ойланбайтын болдық. Баламызды телефонға, смартфонға, теледидарға, көшеге, курсқа, интернетке тапсырып қойдық деген сөз. Суицид те өкінішке орай көбейген. Біз маңайымыздағы адамдарға сенім сыйлай алмайтын, іші тар, өзгелерге жақсылық ойламайтын, жауапсыз адамдарға айналып бара жатырмыз. Оларды бәрі біледі, бәрі таниды, бірақ олардың өз айтары бар. Бұл бәрі білет жобасы менің алғашқы қонағым. Енді ол кісінің аты жөн айтсақ болғаны, аты айтып тұрғандай бәрі білет, ол Мұхамеджан Тазабеков. Аға, қош келдіңіз. Ассалаумағалейкум. Уағалейкум ассалам, рахмет. Бүгін бір жастарға арнасақ, өзіңізді көбінесе жастар оқиды, дегенмен де үлкендер де оқиды әрине. Дегенмен де қазіргі таңда бір тәрбие туралы, бір ілім туралы, білім туралы болса, осы бір подкасттан кейін біздің көптеген оқырмандар, жастар, қазіргі тілмен айтқанда көптеген инсайттар алса деген ой, сондай бір қалау. Негізі бірақ кітабыңыздан бастағым келіп отыр. Бүгін көріп қалдым Инстаграмнан. Сол туралы айтып өтсеңіз. Бұйырса, үлкен кітап дайындап отырмын, оны жаз бойы жазған болатынмын. Жақында шығады. Бұл менің ойымша өте көптеген сұрақтарға жауап беретін кітап болады. Себебі бұл кітаптағы ең басты ерекшелік ол заманауи, дәл осы кезде өмір сүріп жатқан жастардың ең танымал болған сұрақтарына жауап. Мысалға, энергиясын жоғалтқан, өзінің бір нақты әлі жолына сөлмей жүрген адамдарға, немесе өзінің болашақ жарын іздеген, қызын іздеген, немесе өзінің болашақ күйеуін іздеген, кәсібін таңдаған, бақытты болғысы келетін, бұл дүниеға емес, екі дүниеде өзінің бір бақытын іздеген адамдарға мен тұлғалардан бір инсайттар алдым. Мәселен, маған әсер еткен адамдар бар. Жалпы Мұхамеджанның бойында қандай да бір еліктейтін, шіркінай ағаның осы бір қасиеті маған ұнайды деген бір көзқарас бар болса, оның астарында бір ұлы тұлғалардың маған салған инвестициялар бар ғой, рухани инвестициялар. Ол Қонаев, мүмкін басқа да Қадыр Мырзалиев, Тұманбай Молдағалиев, Мұстафа Өзтүрік деген сияқты. Осы тұлғалар мені қандай қалыптастырып осы күнге дейін тұғырым болып тұрған болса, мен де өзім өмір сүріп жатқан маңайдағы жастарға тұғыр болатын бір сөздерді дайындадым. Мүмкін оның ішінде бір сөз сіздің өміріңізді өзгертіп жіберуі мүмкін. Мүмкін оның ішіндегі бір тұлғаның мысалы сіздің таппай жүрген сұрағыңыздың жауабына айналуы мүмкін. Сондықтан бұл кітаптың ерекшелігі бұл бір нақты бір ғана кішкентай тар саланы қамтыған жоқ. Бұл адам баласына қажетті қандай сұрақтар болса, соның бәрінің жауабын беретін кітап деп ойлап отырмын бұйырса. Түсінікті. Енді бұл подкаст шығам дегенше мүмкін ол кітапта шығып қалатын шығар, бұйыртса. Дәл осы жерде айтқым келеді, егер осы подкастты соңына дейін көріп, бір жақсы бір сөздер жазылса пікірде, мен бір кітапты осы оқырмандарға сыйлайын, Құдай қаласа. Сіздің кітабыңызды. Енді сол жастар туралы, тәрбие туралы бастасақ, сізге енді жастар оқиды көбінесе, үйлену туралы, тұрмысқа шығу туралы көп сұрақ қойылады. Мен білемін, көріп жатамын. Жақында сіз денсаулығың бар болса, қаржың жетіп тұрса, үйленбеу күнә дегеніңіз бар. Енді әркім әртүрлі қабылдады. Хейт болғандар да болды, келіскендер де болды. Жалпы қазір үйленбей жүрген, тұрмысқа шықпай жүргендер көп. Себеп неде деп ойлайсыз өзіңіз? Ең үлкен себеп біздің миссиямыз бен мақсатымыздың ауысып кетуінен деп ойлаймын. Мысалға, жағдайды айтуға болады, әлеуметтік жағдай, қаржылық жағдай, денсаулық, әртүрлі себепті айтуға болады. Бірақ адам баласының дүниеге келгенде үлкен миссиясы мен мақсаты бар. Миссия деген не? Миссия адам болып келдің ба, адам болып өмір сүру. Мақсат не? Мақсат әрбір жасың мен кезеңіңе сай көтеретін ауыртпашылықтарың мен жауапкершіліктерің бар. Соларды адам көтерген кезде бағанағы адами миссия ақталады. Оған мысал айтайын. Үйлену сондай бір мақсаттың бірі. Мысалға, жан-жағыңа қарашы. Жан-жағыңа қарасаң, құстар ұшып жүр. Немесе жан-жануарлар.
өздерінің күйі келген көктемнің уақытысында бір-бірін тауып алады, қосылады, жұмыртқасын басады, балапанын шығарады, күзде ұшып кетеді. Соныменен өздерінің құс ретінде, аң ретінде, жануар ретінде дүниеге келген миссияларын орындап жатыр. Тура сол сияқты жұмыртқа басу, балапан шығару олардың мақсаты еді, орындап жатыр. Неге миллиондаған жылдардан бері қарай жан-жануарлардың мақсаты өзгерген жоқ, бірақ адам баласының мақсаты неге өзгереді? Себебі адам баласы өзінің мақсатын орындауға, орындамауға еркіндігі бар. Таңдау еркіндігі берілген да. Сондықтан біздің қазір жастардың алдында үйленбесең де өмір сүруге болады деген бір мақсаттар бар. Қандай да бір пропагандалар естіген. Үйленбей де өмір сүруге болады. Пропаганда көп болып кеткен. Пропаганда өте көп. Сол пропагандалардың себебінен, мысалға пропаганда екі түрлі. Бірінші, үйленбей жақсы өмір сүрудің пропагандасы бар, және үйленгеннен кейін бақытсыз болып қалып жатқандардың қатерлі пропагандасы бар. Мен үйленіп, абьюзерға душар болғанша үйленіп, әйеліммен ақыр ажырасатын болсам, лучше үйленбей-ақ қояйын деген пропаганда бар біздің қоғамда. Немесе үйленбей де өмір сүріп, адам бақытты болуға болады деген пропаганда бар. Осы насихаттардың негізінде біздің миссиямыз бен мақсаттарымыздың орны ауысып кетті. Сондықтан қазіргі уақытта ең үлкен себеп ол біздің көзқарастарымыз бен құндылықтарымыздан болып туындап тұр. Бұл бірінші нәрсе. Екінші не нәрсе? Екінші, біз технология, байлық, роскош, тез арада өмірді өзгерту, тез арада байып кету, тез арада кәсіпті өзгерту деген сияқты бір үлкен турбулентный зона дейміз ғой самолетте. Бір әртүрлі бір өмірімізді өзгертіп жіберетін ықпалды құбылыстардың территориясына келіп кірдік. Қазір таңертең басқа құндылықты алып жүрген адам кешке басқа құндылықпен ұйықтайды. Немесе түнде басқа бір құндылықпен клубқа, немесе казиноға кірген адам таңертең басқа адам болып ол жерден шығуы мүмкін да. Кешке бай болуы мүмкін, таңертең кедей болуы мүмкін. Түнде пәк болуы мүмкін, таңертең күнәһар болуы мүмкін. Сол сияқты адамдарда құндылықтар тез өзгеріп жатыр. Бұл екінші нәрсе. Үшінші, үйленуге, үйленбеуге деген дүние ол әлем мәдениеті, әлемнің бір-біріне әсер етуі жылдамдап кетті. Мысалға қазір Трамп президент болайын деп жатыр ма, болмайын деп жатыр ма, сен саусағыңды басу арқылы сол нәрсені лайв тікелей олардың өмірін көріп отырсың. Немесе сен қандай да бір білім туралы ойлансаң, чат GPT-ға немесе Google-ға сұрау салу арқылы 1 минуттың ішінде ол білімді аласың. Бірақ өкінішке орай ол білімді сіңірмей, келесі білімді аласың, келесі білімді аласың, сөйтіп ондаған білімдерді 1 сағаттың ішінде аласың, бірақ оның ешқайсысы сенде қалмауы мүмкін. Неге? Сен білімді өзіңе сіңіруге емес, білімнің біз алынатын жеңілдігі жайында көбірек ойлаймыз да. Мына жақта әлеуметтік желіде білім алудың жеңіл жолдары толып тұр. Біз соған арқа сүйеп қаламыз. Мына білімнен ертең болмай қалуы мүмкін ғой. Мен осыны қайталап санама сіңірейінші, сөйтіп қорытынды шығарайыншы деген ойға бара бермейміз. Міне, үйлену мен үйленбеудің де ең үлкен дүниесіне үйлену деген ол мойныңа жауапкершілік арқалау. Үйлену деген біреуге өз қақыңнан бөліп беру. Ал біз күнделікті әсер ететін факторлар көп болғандықтан ондай жауапкершілік арқалауға асықпаймыз. Сондықтан да үйлену деген бір ұлы миссияны біз өміріміздің ақырына қарай кешіктіруге барынша әрекет жасап жатырмыз. Сондықтан мен біреуді неғып үйленесің, неғып үйленбейсің деп кінәламаймын. Мен барынша адамдардың жағдайына кіріп түсінуге тырысамын, және егер маған сұрақ туындап жатса, мен оны түсіндіруге тырысамын. Менің бар қолымнан келетін нәрсе біреулерді мақтап, біреулерді кінәлау емес. Маған сұраныс болған сұрақтарға дұрыс жауап беруге тырысу. Енді үйлену де бар, бірақ өкінішке орай ажырасу да көп. Қазіргі таңда егер өзіңіз байқасаңыз, мүмкін естіген де шығарсыз, әлем бойынша Қазақстан ажырасу бойынша рейтингте 2-ші орында. Ажырасу да сол жаңағы пропагандаға кінәлі ете аламыз ба, соны себеп ете аламыз ба? Әлде олайға? Ажырасу деген не нәрсе? Ажырасу деген ажырау деген не шығады? Енді ойлаңызшы, мысалы қолыңызда скотч тұр да, оны бір коробкаға, бір нәрсеге, матаға жабыстырдыңыз, егер ол тек қана өзінің жабыстырғыш клеймен тұрса, ол мықты тұрады. Енді қай кезде ол ажырап кетеді? Ортаға қоқыстар, күл, шаң тұрған кезде ол ажырап кетеді. Демек, екі жыныстағы ер менен әйелдің де ажырап кетуі ортаға әртүрлі керек емес шаң тозаң түсті деген сөз ғой. Ол шаң тозаң насихатпен, идеологиямен, пропагандамен, ақпаратпен, әртүрлі шахуаттық шалқуларменен түсуі мүмкін. Сондықтан ажырасудың ең негізгі
көбеюінің ең негізгі себебі не? Ортаға керек емес көптеген әсер етуші факторлардың араласып кетуі ғой. Мысалға, мынандай бір ұғым бар. Адамдар сырттан біреулер әсер етпесе, біреулер бөтен ой салмаса, негізінде бір-бірін сүйген адамдар өмірдің соңына дейін ғұмыр кеше береді бірге. Бірақ біреу ой салады. Осы неге сенің күйеуің жұмыстан ерте келмейді? Немесе осы сенің әйелің неге сен қараған кезде сенің көңілің толатын шаруаны тез бітіріп тастамайды деген сияқты біреулер ой салады. Ой салған кезде адам ойланып қалады. Сөйтіп талап ете бастайды. Немесе әлеуметтік желіні қараса, екі ерлі зайыпты қыдырып неменен корабльмен, яхтаменен неде жүр, Майамида жүр. Немесе екеуі қыдырып умрада жүр. Немесе басқа. Сөйтеді де қарайды, күйеуі өйтіп қыдыртпай жатыр, қыдыртатындай ақша таппай жатыр. Яғни ана пропаганда адамға өтті ма? Өтті. Сол сияқты мысалға әйел адам тұрады да күйеуіне байланысты бір подозрение дейміз ғой, күдік туады да, оны мамасына, подружкасына айтты. Айтып еді ол, оқты, оны байқау керек, олай болса сөйту керек деді. Сөйткен күнде ол насихатты жұтып алды да, ары қарай мәселе шешілген жоқ, ушықты. Немесе жігіт адам досына келді да айтты, мен бүгін әйеліммен кешке қыдыруым керек еді, мен ертерек содан қайтам дегенде, сен не подкаблучниngsың ба не? Әйеліңе сонша көңіл бөліп не болды саған дейді. Сол кезде анау идеологияны жұтты ма, жігіт жұтты да, қойшы, мен әйелімнен қорықпаймын, мен сенімен қыдырам бір жаққа кеттім деп бұзылды. Яғни бұл жердің бәрінде не әсер етіп тұр адамға? Сыртқы адамдардың жанашымай айтқан идеологиясы әсер етіп тұр. Керек емес ақпараттар әсер етіп тұр. Ал қазір ең көп не нәрсе? Дүниеде төбемізден төмен қарай төгіліп тұрғанбыз ақпараттың астында, ақпараттың ақ жауынның астында өмір сүріп жатырмыз. Сондықтан да мына отбасын ұстап тұру деген нәрсе өте қиын. Себебі адамдарға сырттан насихат айтылмаса, сырттан сыпсыңдаған сөз келмесе, негізінде адамдар күнделікті қара нанын жеп, қара шайын ішіп өмір сүрген қаншама отбасылар бар. Өйткені сырттан оларды азғырушы ешқандай фактор айтылған жоқ. Ал қазір мысалға міне телефонды ашып қарайсың, өзінің бақытын паш етіп, не деген шалқып өмір сүрудің не деген модельдерін көрсетіп жатыр адамдар. Қарайсың да өзіңнің тұрып жатқан 2 бөлме квартираңа немесе аз кем холодильнигің жартылай толып тұрған мұздатқышыңа қарап көңілің толмай қалады. Сондықтан тау мен тасты жел бұзады, адамзатты сөз бұзады деп қазақ айтқан. Ажырасудың ең үлкен факторы ол қазіргі кездегі жанашымайтын, жанашырлық жоқ ақпараттың сыртқы факторлардың көбеюінен. Бұл ең басты нәрсе. Екінші нәрсе не? Екінші нәрсе, жалпы ерлі зайыптылардың ортасында отбасы деген құндылықтың құнының төмендеуі. Себебі мынандай ғой, әйел адамның бойында бір саған кемшіліктер көрініп тұрған болса, қасиетті Құранда, сол Құранда оқыған ғұламалар не дейді? Сен оның бойындағы кемшілігіне сабырлы қыл, Алла тағала оның орнына бір басқа бір жақсылық беріп қоятын шығар дейді. Ал біз не айтамыз? Сен оны қатынды бастан тез арада оны наказат етіп жібер, әйтпесе ертең төбеңе шығып алады деп айтамыз. Алла не айтып жатыр? Сабыр қыл, Алла тағала оның орнына бір басқа жақсылық береді десе, біз не айтамыз? Тез арада оны жазаламасаң, ол басыңа шығады деп басқа нәрсе айтамыз. Қайсы адамға тез әсер етеді? Мына алдамшы нәрсе адамға тез әсер етеді. Әрине. Көрдіңіз бе? Сабыр қылудан гөрі тез арада орнына қойып тастаймын деп. Немесе күйеуің ақша таппай жатса, бітті, сен мына күйеуге тидің, сол арқылы сенің өміріңнің рахаты азайып қалды. Негізі сен айына миллиондаған ақша табатын жігітке лайық едің, енді мына жігіт сенің бақытыңды аяқ асты қылып жатыр дейді. Қазіргі миллионер болған, олигарх болған адамдардың көбінің өмір тарихына қарасаң, солар өмірін қарапайым болып бастаған. Бірақ екеуі ынтымақ бірлікпенен әрекет етудің арқасында әлемде Билл Гейтс болсын, Рональдо болсын, Месси болсын, ұлы нәтижелерге жетіп отыр. Неге? Сабыр, еңбек, береке, ынтымақ. Осы үш нәрсенің арқасында. Сондықтан мына сырттан болатын көптеген насихаттар жанашырлық пен мейірімге құрылмағандықтан өкінішке орай біз оны жүрегімізге өткізіп аламыз. Былайша айтқанда сыни ойлау пікірі адамдардың азайған сайын өзгелердің пікірінің құрбанына айналып жатады. Сондықтан біздің қоғамда жалпы ажырасудың да негізгі себептері қате ақыл айтушылардың себебінен болады өкінішке орай. Мысалы қараңыз,
біз шығыспыз, біз жалпы мұсылман еліміз, біз жалпы Азиямыз. Біздің елге нәзіктік тәнеді, біздің елге сыйластық, біздің елге іште сақтау, көзқараспен, ымжыммен, емеурінмен бір-біріне адамдар пікірлеріменен өздерінің көзқарастарын жеткізіп жататын, мысал үшін. Ал енді біз ол нәрселерді ұстап тұратын не нәрсе еді? Ол қоғамдық әлеуметтік институттар болатын. Мысалға бұрын әжелер институты деген болатын. Яғни кішкентай қыз әжесімен әңгімелесу арқылы болашақтағы көптеген дүниелерге дайындалатын. Немесе абысындар институты деген болатын. Яғни бір әулеттің ұлдарының әйелдері бір-бірімен абысын болу арқылы абысын тату болса ас көп дегендей дастархан, ынтымақ, береке мәселелер осылай шешіліп кете беретін. Немесе көршілік институты деген болатын. Яғни көрші ақысы тәңір ақысы деп көршілердің ынтымақ берекесімен наурыз тойланады, айттар тойланады, бір-бірінің үйіне құтты болсын айтылады, бір-бірінің үйінде қандай да бір келеңсіздік болса бөлісу арқылы қайғыны азайтады, бөлісу арқылы қуанышты көбейтетін. Мысалы осы қоғамдық институттар біздің қазір төңірегімізде сақталды ма? Өкінішке орай жойылды. Жойылғандықтан да отбасылық деген бір емалі сынған, жүйкесі жалаңаштанған тіс сияқты болып қалды. Кішкентай су тисе дыз ете қалады, кішкентай бір қатты нәрсе тістесең дыз ете қалады ғой, тістің емалі сынып жұлыны ашық қалған кезде. Отбасы деген сол тістің ішіндегі жұлын сияқты өте нәзік, өте құнды нәрсе ғой. Сол отбасын сақтап тұратын отбасылық институттар төңірегінде оның ажырасудан, күйреуден сақтап тұратын институттар қирап кеткендіктен қазір кез келген нәрсе дыз ете қалады. Әйел сыртқа шығып келіп, бір әңгіме естіп келсе, болды, ажырасайықшы дейді. Еркек әйелінің бір минусын көріп қойса, бағанағы суық су ішкен тіс сияқты дыз ете қалады да, қош, болды, ажырасайықшы дейді. Неге? Себебі біздің қоғамда ажырасу, екі бөлініп кету, бұрынғыдай сенің арыңа салмақ салатын ұят, ыңғайсыздық, абыройсыздық деген нәрсе емес. Норма болып кетті. Нормаға айналды. Сондықтан да ажыраса салу ең бір тез шығатын шешім сияқты көрініп тұр адамдарға. Өкінішке орай. Өкінішке орай. Себебі Құдай сақтасын, мен ажырасып кетсем, сен ажырасып кетсең, біз бақытсыздығымызды адамдарға паш етпейміз ғой. Құдай-ай, ажырасқаннан кейін осындай пәлеге ұшырадым, ажырасқаннан кейін еркектер басыны батыр, әйелдер алдап деп айтпаймыз ғой. Әркім бас жарылса бөрік ішінде, қол сынса жең ішінде, әркім өз проблемасын жасыруға тырысады. Көрдіңіз бе? Сондықтан қазір біреуге ажырас деп те, ажыраспа деп те айта алмаймыз. Неге? Кейбір бір-біріне қиянат жасап жатқан отбасылар ажыраспаған себебінен ең соңында бір-бірін өлтіріп, бір-бірін өртеп жіберіп жатқанын көргендіктен, біреуге ойбай ажыраспашы да деп те айту қиын болып қалды. Ал енді ажырас деп айтайын десең, көріп тұрсың, екеуіне дұрыс ақыл беріп, қағып сілкіп, қолдап жіберсең, екеуі бақытты болып кеткен қанша отбасыны көргендіктен, адамдарға ажырас деп айту да күнә қазіргі уақытта. Сондықтан бұл индивидуальный, жекелей қаралатын мәселе ғой, әр отбасының проблемасы. Бірақ енді өкінішке орай күн сайын отбасын құрғысы келмейтін жастар да көбейіп бара жатыр. Отбасын құрғаннан кейін ажырасатын да жастар көбейіп бара жатыр. Бұл біздің көзіміз көріп, қолымызбен ұстап отырған заманауи бір қасіретіміз деп айтар едім. Үлкен қасірет сияқты. Үлкен қасірет. Қазіргі таңда енді мынау кішкентай балалардың, егер байқасаңыз, әлеуметтік желілерден үй жануарларына, итті болсын, мысықты болсын, бір ұрып жатқан, төпеп жатқан, тіпті өлтіріп жатқанда жағдайларды естіп жатамыз. Кішкентай балалардың сондай қатыгездікке баруына сіздің ойыңызша не себеп? Сол ойын ба, интернет пе, әлде тәрбиенің болмағанынан ба? Бұның жалғыз себебі жоқ. Ең бірінші себеп ол Әл-Фараби айтып кеткен. Тәрбиесіз берілген білім ол адамзаттың қас жауы деген. Бұл адамдар қатыгезденіп бара жатса, бізде өзара махаббат, мейірім менен тәрбиенің азайғандығы деген сөз. Тәрбиенің азы. Мысалға, технология күшейді. Бұрын теледидарды қасына барып бұрайтын болсақ, бүгін пультпен қосатын болдық. Бүгін терезенің пердесінің өзін пультпен ашатын жағдайға жеттік. Барлық жан-жағымызда электрдің араласпаған, немесе интернеттің араласпаған тірлігі қалмай жатыр. Яғни технология біздің өмірімізге соншалықты дендеп енді, біз тәрбие деген нәрсенің қажет екендігі жайында ойланбайтын болдық. Өйткені технологияның жеңілдігін пайдалану арқылы біз өміріміздің рахаты көбейеді деп ойлаймыз. Бірақ ол нәрсе тәрбиеге негізделмесе, интернет деген әлгі пышақпен нан турауға да болады, кісі өлтіруге де болады деген сияқты, интернетпен адамның рухын өлтіруге де болады, немесе рухын шаттандыруға да болады. Тура сол жағдайға душар болдық. Енді бұл жердегі ең үлкен тағы бір нәрсе,
бірінші кезекте адамға не әсер етеді? Бірінші кезекте адамға тек әсер етеді. Сен қандай адамнан дүниеге келдің, қандай адамның қаны сенің бойыңда ағып жатыр. Сен қаншер, қатыгез, былайша айтқанда адамдардың қарғысын арқалаған бір адам болсаң, ол сенің қан арқылы ұрпағыңды да текті қыла алмайсың бәрібір. Ұрыдан қары туады дегендей, ол нәрсе бар. Тек деген үлкен фактор. Екінші нәрсені ішкен жеген тамақ. Ол да адамның қатыгездігіне, мейірімділігіне тікелей әсер етеді. Ілгеріде мысалға бір ғалым кісінің баласы ұры болады. Бірақ ұрлыққа ешқандай қажеттілік жоқ, байдың баласы, бірақ әр нәрсені көршілердің үйінен ұрлап кететін болады. Сонда әкесіне келіп айтқанда, кейін шешесі айтады, кешке түсіндірем деп. Сосын кешке әңгімелескен кезде айтады, Аллаға тәубе қылайық, көп садақа таратайық дейді. Не болды дегенде, мен бұның сырын біліп тұрмын дейді. Айтшы деген кезде анасы айтады, мен аяғым ауыр болған кезде мына анар дейміз ғой, граната, сол анарға жерік болдым дейді. Сөйтіп анарға жерік болып, бір күні маған жаңағы көрші үйге барып қалған кезде иесі жоқ екен, сонымен көрші үйдің анарын үзіп алдым да, соны тесіп, ішіндегісін сорып, сол жерге қалдырып кетіп едім. Яғни ұрлап жерік болған кезде көрші үйдің анарын жеп едім. Сол кезде ішімдегі бала, мінекей, ол да ұрлыққа бейім болып өсті дейді. Сондықтан адал аспен асырасаң балаңды, ол да оның тәрбиесіне әсер етеді. Ал енді ұрлық, қарлықпен, жемқорлықпен, әртүрлі біреудің қақсын жеуменен балаңды асырайтын болсаң, ол да оның қатыгез болуына тікелей себеп болады. Үшінші нәрсе не? Үшінші нәрсе, ақындардың өлеңі бар ғой, баланы әке тәрбиелеп жатқан жоқ, кафе тәрбиелеп жатыр, қызды шеше тәрбиелеп жатқан жоқ, көше тәрбиелеп жатыр. Тура сол сияқты біз баламызға қанша аз уақыт бөлсек, бала өзгелердің губка сияқты өзгелердің тәрбиесін өзіне тартып алады. Сондықтан бұл баламыз қатыгез болып, қатал болып жатыр деген сөз, біз баламызға аз уақыт бөліп жатырмыз деген сөз. Баламызды телефонға, смартфонға, теледидарға, көшеге, курсқа, интернетке тапсырып қойдық деген сөз. Ал одан кейінгі негізгі бір фактор бар, ол не нәрсе? Балаға өзіміз мейірімділік көрсетпесек, бала мейірімді өзгеге көрсетпейді. Біз балаға жұмсақ болуды, баланы былайша айтқанда махаббатпен, мейірімменен алдап жұмсау, оның қандай да бір қателігі болса жазалауға асықпау, ұрып соғуға асықпау, барынша баланың бойына мейірімді бірінші кезекте өзіміз көрсетуіміз керек. Өзіміз көрсеткен кезде бала жер бетінде мейірім деген нәрсенің бар екенін біледі. Білгеннен кейін ол нәрсені жақсы көреді. Содан кейін жақсы көрген нәрсесін өзгелерге қолданғысы келеді. Ол жануар бола ма, курстасы бола ма, класстасы бола ма. Ал одан бөлек енді ең үлкен нәрсе ол ойын. Қазақта сөз бар, ойын баласы дейді. Ойын баласы деген кім? Әлі балиғат жасына толмаған кішкентай ұл қыздарды ойын баласы дейді. Сол ойын арқылы бала махаббат пен мейірімді сіңірмесе, егер оның ойыны кісі өлтіру, ойыны біреуді жазалау, ойыны ұпай жинайым немесе бір нәтижеге жетем деген сылтауменен геймерлік санадағы біреуді өлтіру, біреуге қан ағызу, қатыгездік болатын болса, оның кейін баланың бойынан кетуі қиын болады. Сондықтан бұрын біз мысалға соғыстан кейінгі ақсақалдардың, әкелердің балалары соғысып ойнайтынбыз. Өйткені анау бізге жеткен әкелердің тәрбиесі арқылы соғыс біздің өмірімізге әсер етіп тұрғандықтан сондай ойындар бар болатын. Ал енді қазіргі балалар интернетте әртүрлі қан ағызу, біреуді аяусыз өлтіру, біреуді қағып кету, біреуді ұрлап кету деген сияқты ойындарды мейлінше өзіне сіңіргендіктен, ол мына реалды өмірдің өзінде сыртқа шығып тұратын жеміс болып қалады баланың бойында. Сондықтан жаңағы мысықты мыжып өлтіру, итті бір нәрсе қорлау, қандай да бір жануар көрсе, соған жан ашудың орнына езіп жіберу, ол баланың күнделікті интернеттегі ойнап жатқан ойыны. Ол артықша бірдеңе істеп жатырмын деп ойлап отқан жоқ. Ол үшін норма дейсің. Ол үшін ол нормаға айналды. Сондықтан сонау әке-шешенің дұға тілегінен бастап, оның тегіндегі тазалық, ішіп жеген ас ауқатының адалдығынан бастап, күнделікті тұтынатын интернеттегі ойындарына дейін, ол баланың я мейірімді, я қатал, я махаббатқа толы, я қатыгездікке толы бала болып қалыптасуына тікелей әсер етеді. Қазір егер байқасаңыз, тіпті сыртта, далада ойнайтын балалар да азайған сияқты. Өйткені біз баланың күнделікті реал өмірін біз интернетке, техникаға байлап бердік.
Сондықтан ол жерден жасанды түрде өзінің қажеттілігін өтеп жатқан бала табиғи түрде оны сырттан барып алуға қабілетсіз. Өйткені мына адамның серотонин, дофамин сияқты адам баласына қуаныш сыйлайтын, адам баласын шабыттандыратын гормондарын толықтыру үшін ол элементтерді адам еңбектеніп алу керек. Мысалға, лық-лық етіп төгілетін бөтелкедегі сүтті балаға ему оңай. Бірақ анасының омырауын еңбектеніп ему қиын. Еңбектену керек оған. Жағы талады кішкентай баланың, сәбидің. Сол сияқты ол көшеге шығып, көбелек қуып, немесе доп ойнап, терлеп, күн суықта далада ойнап, содан асыр салғаннан кейін барып, бір азғантай ғана бойында дофамин бөлініп, соған жету үшін бала еңбектенгісі келмейді. Одан гөрі компьютерға кіріп, бірден пускты басып қап, атысып, біреуді қырып, жойып, талқандап, жеңіске жетіп, деп ана алатын гормондарын тез арада ала салу балаға тез қуаныш сыйлайтын болғандықтан, анау еңбектеніп, сыртқа барып, ойнап, тер шығарып, алысып жүріп, қажет не балаға? Бала оны саралап, талдап, мынау менің өмірімді құрдымға жібереді. Далаға барып, таза ауа жұтып, тас лақтырып, ағашқа шығып ойнайын деген нәрсе баланың ойына да келмейді. Сондықтан баланың сыртқа шығара алмауымыздың негізгі себебі қуаныш гормондарын техника тіліндегі ойындардан бала тез алады, ал сырттан еңбектеніп алуға бала барғысы келмейді, жалқауланады. Сондықтан біз бала қуаныш гормондарын өзіне жүйелі түрде алып үйренсін десек, біз мына ауладағы, даладағы қызықтыратын факторларды көбейтуіміз керек. Баламен асыр салып өзіміз бірге ойнаймыз ба, жоқ атқа мінудің, доп қуалаудың, велосипедке мініп ойнаудың бір формаларын қызықтырушы факторларға байлаймыз ба, жалпы баланы қызықтыра алуымыз керек. Ата-ана өзі көрсету керек. Өйтпеген жағдайда әлемдік саудадан үлкен ақша тауып отырған мына геймерлік бизнесмендер, олар еш уақытта сенің балаңды аямайды. Оған саудасы жүрсе болды, интернеттегі ойындар сатылса болды. Оныңыз рас, иә. Қазіргі таңда байқасаңыз, мынау суицид те өкінішке орай көбейген. Білмеймін, мүмкін интернеттің дамығанынан ба екен, көп еститін болдық суицид туралы. Психологиялық жағынан мысалы, өзіне қол жұмсау мүмкін адам қандай болуы мүмкін? Немесе оның алдын қалай бір алуға бола ма? Психологиялық тұрғыдан суицидке адамның бейімдігі ол ішкі сенімнің жоғалуынан және құндылықтардың ауысуынан болады. Мысалға, адам баласы суицид деген нәрседе ішкі сенім. Кез келген жағдайда адам баласы ішкі сенімі күшті болса, ол тауға апарады. Ол кедергі ғана емес, ол тауға апарады. Ол миллиардный жобаларды жүзеге асырады. Ол мүмкін адамзатқа пайда келтіреді. Ал адамның ішкі сенімі жойылып, өмірге келген миссиясы ауысып, құндылықтарының орны кеткен кезде, ол адам адамзатты құтқармақ түгілі, маңайына шарапатын тигізбек түгілі, өзін құтқаруға шамасы келмей қалады. Сондықтан біз ақпарат тарқатқан кезде де, біз адам баласына бір рухани насихат берген кезде де, еш уақытта адамның ішкі сенімін күйретіп алмауымыз керек. Алла Тағала Құранның өзінде деді, өз-өздеріне зұлымдық қылған құлдарым, Алланың рахымынан күдер үзбеңдер дейді. Қандай күнәға ұрынсаң да, қандай опық жесең де, қандай қайғы қасіретке ұшырасаң да, ол сенің өміріңді күйретуге себеп емес. Өйткені сүрініп кеткеннен кейін тұрып, қуат тауып, өзге сүрінген адамдардың қолынан тартқан қаншама мықты тұлғалар бар. Мәселен, міне кеше ғана болып жатқан Америкадағы президент сайлауында. Бір кезде президент болған Трамп қайтадан түсті, құлады, жеңіліп қалды. Қаншама сот процестерін басынан өткізді. Сөйтіп қайтадан президент болды. Біз мысалға Американы демократиялық, азаматтық қоғамды мысалға келтіреміз, бірақ олардың нақты өзімізге пайдалы тұстарын алуымыз керек қой. Сонда президент болды, құлады, қайтадан президент болды. Сол сияқты біздің өмірімізде де мүмкін бір қызға сөз айтуымыз мүмкін, қыз ол сөзімізді қабылдамауы мүмкін, бір кәсіпті бастауымыз мүмкін, ол кәсіптен күйреуіміз мүмкін, немесе әке-шешемізден қолдау күтеміз, әке-шешеміз қолдаудың орнына бізге ұрсуы мүмкін. Осы сияқты біздіге ұнамайтын қаншама келеңсіздіктер болуы мүмкін, бірақ оның ешқайсысы біздің жүрегімізді болашақтағы нәтижелерге деген сенімді күйретпеу керек.
Өйткені сенім адамның ең құнды нәрсесі. Әлгі мысал бар ғой, екі бақа дейді, екі шелектегі суға сүтке түсіп кетеді. Мына шелектегі сүтке бір бақа түсіп кетеді, мына шелектегі сүтке бір бақа түсіп кетеді. Мына бақа талпынады, біраздан кейін шыға алмайтынын біледі, судың түбіне батып кетеді. Мына бақа талпынғанын тоқтатпай талпына беріп, сүттен май шығады. Сөйтіп майға аяғын тірейді да сыртқа секіріп шығып кетті дейді. Сонда адам баласының сенімі күйремесе, ол алдыға жылжиды. Тіптен ғалымдар мынандай эксперимент жасаған сенімге қатысты. Мына криса дейміз ғой, егеу құйрық. Сол егеу құйрықтарды мынандай кішкентай бассейндегі суға шыға алмайтын, жан-жағы жылтыр бассейндегі суға тастайды екен. Сөйтіп аналар талпынады, енді тұншығып бара жатқанда бірнеше егеу құйрықты құтқарып алады. Сөйтіп қайттан тастайды. Ол алғашында 20 минуттай талпынады, 20 минуттан кейін шаршадым деп батып бараққанда қайттан суырып алады. Сөйтіп тастайды, 40 минуттан кейін қайттан батып бараққанда қайттан шығарып алады. Содан кейін барып екінші жерге, яғни құтқармағанда 20 минутта суға батып кетеді. Енді ана құтқарылған егеу құйрықтарды ертесіне қайтадан суға тастайды, бірақ 20 минуттан кейін де 40 минуттан да алмай қояды. Сол кезде олар 17-18 сағатқа дейін судың ішінде үміті үзілмей жаңағы жүреді жүзіп. Неге? Себебі қазір құтқарып алады деген оның жүрегіне сенім егілді ғой. Оның миында сондай бір сигналдар келді ғой. Қазір кеше құтқарып алды, сол сияқты қазір құтқарып алады деген сенім. Енді судың ішінде жүзіп жүрген егеу құйрығы секунд пен минут санай алмайды ғой. Бірақ ол ақырына дейін шыдап жатыр да. Бойындағы бүкіл энергиясы таусылғанша шыдап жатыр. Сондықтан біз төңірегіміздегі адамдарға әрқашанда сенім сыйлауға тырысуымыз керек. Бірінші кезекте. Оған мүмкін сіз проблемадан шығатын тәсіл көрсете алмауыңыз мүмкін, жол көрсете алмауыңыз мүмкін, бірақ сенім сыйлай аласыз ғой. Сенім сыйлай аласыз ғой кез келген адамға. Сенім сыйлай аласыз. Сондықтан суицидтің ең бірінші қоғамда көбеюінің негізгі себебі біз маңайымыздағы адамдарға сенім сыйлай алмайтын, іші тар, өзгелерге жақсылық ойламайтын, жауапсыз адамдарға айналып бара жатырмыз деген сөз. Өкінішке орай. Мысалы, сондай адамды көрсең, ең басты сенім деп тұрсыз ғой. Ең бастысы сенім сыйлау керек. Пайғамбар Мұхаммед алейхиссалам тіптен қандақ деген үлкен соғыс болады. Қандақ деген енді ор қазу. Сонда жаңағы өздері өмір сүріп жатқан Мәдина қаласына жау келе жатқан кезде, Мәдина қаласының төңірегінің барлығы вулканның тастарымен қоршалған, соның ортасында бір ғана Мәдинаға кіріп шығатын жер болады. Сол жерден ор қазады. Сол ор қазып жатыр. Күштері жоқ, қару-жарақтары жоқ, ал келе жатқан дұшпан өте мықты. Сол ор қазып жатқан кезде бір үлкен тас кездеседі жолдарынан. Ана тасты алуға бульдозер жоқ, экскаватор жоқ, қолмен қазу керек. Сонда тасқа қайласы тиіп, қайладан искра шығып, жаңағы барлығы қарап қалған кезде енді таулары шағылып жатыр ғой енді. Онсыз да жұмсақ топырақ жоқ. Сонда төңірегіндегі тау шағылып, шаршап тұрған сахабаларына не дейді? Ертең Рим империясын алған кезде, ертең Парсы империясын алған кезде, тіптен Парсының патшасы Хосрой деген патшаның тәжін бастарыңа киген күнді елестетіңдерші, ол не деген қуанышты күн дейді. Сонда аналар көз алдарына жаңағы болашақта жететін жеңістері туралы ойлап кетеді. Сенімі ұялтады. Тура сол сияқты соғыс жағдайының өзінде қарындары аш, қарындарының аштығын білдірмеу үшін іштеріне тас байлап алған, мына орды қазып жатыр. Ол ор пайда бере ме бермей ме, ол да белгісіз. Ол орды қазып жатқанда алдарынан үлкен тас шығады, оны жылжыту мүмкін емес жағдайда не деп тұр? Анау дұшпандардың патшасының басындағы тәжді бастарыңа киген кездегі ахуал қандай деп тұр да. Сондықтан қандай ауыр жағдай болса да, қазақ айтады, басыңа 1001 бәле келсе дағы сонда да күдер үзбе бір Алладан дейді. 9 баласы шетінеген ананы білем. 9 баласы бірінен кейін бірі шетінеп, 9 баласы шетінеп, денсаулығы жарамай, қайғы қасіреттен иммунитеті түсіп кеткен кезде де соған үлкен ақсақалдар келіп, балам, Құдай бергенін алса да берерін алмасын деген. Құдай бергенін алса да берерін алмасын деді. Шынында да одан кейін 3 ұл 2 қыз туды. 5 бала келді. Бірақ 9 баласы шетінеді. Сол сияқты қандай бір қайғы қасіретті убытка, яғни шығынға ұшырасақ та, адам баласынан сенім кетпесе, Құдай берерін тауыспайды екен да. Ал адамнан сенім кеткен кезде суицидтан оңай нәрсе жоқ. Адам баласы жарты метр арқанға асылып өлуі мүмкін. Адам баласы болмайтын бір шелектегі суға басын тығып өлуі мүмкін.
сенім кетпеу керек адамда. Түсінікті. Сізге Инстаграмда мысалы көбінесе жастар қандай сұрақ қойып жатады? Ең көп кездесетіні? Ең көп кездесетін сұрақ өмірдегі өзінің орнын табу ғой. Мен орнымды таппай жүрмін. Кәсібімді дұрыс таңдай алмай жатырмын. Жарымды дұрыс таңдай алмай жатырмын. Немесе жарымның көңілін қуантатын бір дұрыс сөз тауып айта алмай жатырмын деп, бір сөзбен айтқанда, өзінің орнын таппай жатқан, өзінің айтатын сөзін таңдалмай жатқан, өзінің өмірінде сүйеу болатын жарын таңдай алмай жатқан адамдардың алабұртқан көңілі менің алдымнан шығады. Қазақ айтады ғой енді, ұлылардан қалған сөз. Кімде-кім өзінің орнын тапса дейді, оған Құдайдың рахымы жауады дейді. Мысалға, ол да ең бірінші кезекте ата-аналардың мойнындағы жауапкершілік. 5 балаң болса, 5 саусақ бірдей емес, 5 баланың мінезі, талабы, бойындағы өнері 5 түрлі болуы мүмкін. Сондықтан біз кішкентайымыздан егер дамимыз десек, балаларымыз бақытты болсын десек, оның болашағын алаңдауымыз керек. Мысалға, мен дәрігер болсам, баламды тек қана дәрігер болу туралы ғана ойланбауым керек. Әрине жақсы отбасылық кәсіп дамыса, бірақ баламның бойында не нәрсеге бейімділік бар? Баламның бойында идеологиялық бейімділік бар ма? Бір математикалық ыңғай бар ма? Жоқ әлде бір кәсіпке ыңғай бар ма? Осы нәрселерді қарап отыру керек. Кәсіп жағынан да баламыздың орнын тауып беретін болсақ, дұрыс бағыт сілтейтін болсақ, немесе тұрмысқа шығу, үйлену жағдайының өзінде де осы нәрсені ойлануымыз керек. Мысалға, кеше ғана мен бір кәсіпкер жігіт ұлын үйлендіргісі келеді екен. Содан жаңағы айтады, мен ұлымды үйлендіргім келеді, қаржым жетеді, абыройым жетеді, менде бәрі бар дейді. Бірақ бір баламның таңдаған қыздарына көңілім толмай отыр дейді. Баламмен әңгімелессем, баламның да көңілі толмай тұр дейді, өзінің бір сөйлесіп жүрген қыздарына. Сол кезде мен оған мынандай кейс, яғни бір лайфхак айттым, өмірдегі өзім көрген тәжірибемнен жинақтап. Сен абыройлы болсаң, сен беделді бір әулет болсаң, сенің ақшаң бар, елге сый-сияпат бере алатын, жұртқа дастархан жая алатын жағдайың болса деймін да, демек сенің қоғамда араласып жатқан достарың, әртүрлі жақсы адамдарың бар ғой деймін да. Неге сен сол ортадан іздемейсің, саналы түрде? Біз көбінде көзімізге бір жақсы қыз түсіп қалса, жақсы жігіт түсіп қалса, менің ұлыма қандай екен, қызыма қандай екен деп ойлаймыз. Ал неге ол нәрсені біз арнайы іздемейміз? Мысалға, біз ақша табатын болсақ, кәсіп іздейміз. Адамдар Америкаға барып, фура айдап жүр, адамдар Кореяға барып, жұмыс жасап дегендей, қай жерде ақша бар, соны мыңдаған шақырымдарға дейін барып, соны іздеп жүр. Кейде оның нәтижесі бар, кейде жоқ. Ал неге біз ұлымызға келін іздеген кезде, қызымызға жар іздеген кезде жақсы орталарға неге біз бармаймыз? Неге солармен таныспаймыз? Неге соларды чайға шақырмаймыз? Тақиялы періштеге тақиялы періштеге күлеміз, ол комедия емес, ол өмірдің драмасы ғой. Тақиялы періште деген ол қазақтың дәстүрлі аналарының үлкен бір келін іздеудің формасы ғой. Ол тек қана комедия күлу үшін емес, ол бізге өмірлік бір лайфхак ретінде бізге көрсетілген бір жоба ғой. Сондықтан мысалға, Қалымжан, мысалға сен әкесің да, сен өзіңнің қызың жақсы, тамаша, бірақ қызыңа жақсы күйеу бала іздеу үшін мысалға айтайын сізге, қызды көріп тұрған жоқсың маңайыңнан да, бірақ сен бір жақсы азаматты танисың, бір Сабыржан деген немесе Ғалымжан деген бір жақсы азаматты танисың. Мынандай нәрсе бар да, алтын бар жерде мыс бар, алтын бар жерде мыс шығады, мұнай бар жерден газ шығады. Тура сол сияқты жақсы қыз жақсы адамның маңайында болады. Жақсы жігіт жақсы адамның маңайында болады. Сен бірінші жақсы адамды таптың ба өмірде? Мысалға, міне, осы адам мені барлық жағынан қанағаттандыратын бір тұлға. Сенің нағашы жағыңда, көршің, туысың, сол адамның үйіндегі жеңгейге барып, соның маңайындағы адамдарға барып, сіздердің маңайларыңызда бой жетіп жатқан бір жақсы қыз бар ма деп іздесең, сөзсіз сол жерден бір жақсы қыз табылады. Оны клубтан, дискотекадан, немесе тағы басқа жерден іздеп қажет жоқ. Егер сенің ойыңда шын мағынасында бір жақсы қыз десең, ол жақсы адамның маңайында болады. Алтын шыққан жерде мыс шығады. Түсінікті. Рахмет бүгінгі сұхбатқа, подкастқа. Қосарыңыз болса соңында. Енді біз жалпы тұлғаға қарап бой түзеген халықпыз ғой. Қай уақыттан мысалға аузы қисық болса да байдың ұлы сөйлесін деген, абыройлы адам сөз өтеді деген сөзі. Тұлғаға қарап бой түзеткенбіз. Ал енді өкінішке орай әлем мәдениеті бізбен сапырылысып кеткендіктен, қазіргі уақытта біз тұлғадан гөрі күнделікті тенденция құбылыстарға қарап өмір сүретін бір жағдайға айналдық. Яғни не тренд болып жатыр?
тиктокта бір нәрсе тренд болып жатыр ма, біз тұлға не айтады деп қарамаймыз, трендке қарай ыңғайланып кетеміз. Сондықтан бізде шатасу мен адасу көп болып жатыр. Сондықтан біздің генофонымыз дейміз ғой, ұлттық кодымыз бәрібір тұлғалардан береке тапқандықтан, біз бәрібір тұлғалармен ақылдасу, тұлғаларға қарап бой түзеу, тұлғаларға қарап бағыт бағдау ажыратудан айырылмауымыз керек. Сондықтан да мен мына жаңадан қазір жарыққа шығып жатқан кітабымде осы өзім елге пайда береді-ау деген тұлғалардың кейстарын насихаттап отырмын. Бәрібір айналып келгенде ең соңында білім бәрібір кітапта қалады. Ал сол кітаптың ішіндегі тұлғалардың сөзі бәрібір тұлға емес адамдарға қарағанда берекелі болады. Қазақта сөз бар: бидің айтқан сөзін құлды айтады, бірақ аузының дуасы жоқ дейді. Немесе жындының сандыраға келеді деген сөз оған ешкім мән бермейді деген сөз ғой. Негізі ол сөзді жынды айтып жүрген, бірақ сол дәл келіп жатыр, бірақ неге мән бермедік? Ол жынды болған үшін мән бермедік. Тура сол сияқты бидің айтқан сөзін құлды айтады, бірақ аузының дуасы жоқ деген сөз айтылмай жатқан жоқ қазір. Ақыл айтылмай жатқан жоқ, қоғамда дұрыс жол айтылмай жатқан жоқ, бірақ аузының дуасы жоқ адамдар айтып жатыр. Тұлға емес адамдар айтып жатқандықтан ол сөз бізге берекелі болып жүрегімізден орын алмай жатыр. Сондықтан жастарға айтарым, әлде кітап оқу керек, кітаптың берекесі еш уақытта да ол кемімейді. Және мен өзімнің көзімнің майын тамызып, жылдар бойы жинақталған тәжірибемменен үлкендерден өзім сығып, өзімнің өміріме пайдаланған білімді осы кітапта беріп жатырмын. Сондықтан бұл кітапты оқу арқылы біздің жастарымыз өздерінің көптеген сұрақтарына жауап табады деген үміттемін, бұйырса. Түсінікті. Рахмет аға. Тағы да жаңа басында айтқандай, бір кітапты бір оқырманға сыйласақ, бұйырса өзім сыйлаймын. Бірақ сол оқырманға бір тілегіңізді жазып алсақ болады ғой. Бұйырса, кітап қолға тигесін, тілек жазып беруге. Кітап қолға тигеннен кейін міндетті түрде қандай бүгінгі подкасттан, сұхбаттан сіздер инсайт алдыңыздар, соны пікірге жазсаңыздар, ең ұнаған таңдап кітап сыйлаймыз. Бүгінге осы подкаст ұнаған болса, лайк басып, пікір қалдырып, арнаға жазыла кетіңіздер. Мұхамеджан аға, рахмет тағы да. Жақсы.